Нұржан енді. Мен осындай қыздардан қорқамын. Ереке өзім ата енемен тұрмаймын дейтін қыздар ше. Бұндай қыздар менің ойымша ата енемен жігіттің арасында кәдімгі таңдау қойып қоятын сияқты. Сен ата-анаңды таңда, немесе мен таңда деген сияқты болып ше. Ол болмайды ғой олай. Барлық ата-ана бірдей емес қой. Сіздің өміріңізде, опытыңызда сондай қателік болған екен. Енді бүкіл ата-ана ондай емес қой. Соны түсіндіре алмай жатырмын да. Сонда біз не істеуіміз керек? Қызды мен сондай шешімге келдім. Мен өзім онда жақтарым бар, мен істеймін, енді ол жақтарым барын өзім қараймын. Әке шешем қарсы емес. Главное сол да. Жалпы енді қыз бала мен ер баланың арасындағы достыққа сенесің бе? Иә, сенемін. Жалпы қыз достарың көп па вообще? Ну, бар енді, көп деп айта алмаймын мен. Егер ертең бір жақсы қыз кездесіп, үйленуге дейін барып жатсаңдар, ол қыз достарынан бас тарт десе, бас тартар ма едің? Жоқ, бас тарт. Всем привет, как вы? Да, жарко была у меня разминочка, сейчас душ, будем кушать, а после сажусь и изучаю новую сферу. Вопросов много, ответов мало, будем разбираться. Ерлі адамдар жүрген жерде, тойларда болсын, концертте әдемі қыздар көп жүреді. Нәпсісін тие алмай, сондай нәрсе жасап жатқандар бар. Сол себепті де айтып жатырмын да. Бірақ мен Сізге тікелей сұрақ, сіздің болашақ жарыңыз өнер иесі болады. Мен ертең болашақта ортаға шыққан кезде айтатын боламын өз талаптардың бірі, бірақ примерно біліп жатқан шығарсыздар қандай адам керек екенін. Білмейміз. Жоқ, қазір айтайын, жоқ, қазір айтпай ақ қояйын, кішкене адамдарға да қызықты болсын. Ортаға шыққан кезде мен нақты айтатын боламын. жақсы көріп тұрып, қыздың айтқанын тыңдап, әке шешемізді тастап кетуіміз керек па? 9 ай 10 күн көтерген, біз үшін толғатқан, біз үшін түн ұйқысын төрт бөлген адамды тастап кете алмаймыз ғой біз. Сол нәрсені түсіндіре алмай жатырмын да. Просто мен қарным ашып кетті. Шыққан қыздар мен ата-анамен тұрамын деп айтса мейлі ғой. Шыққан бүкіл қызымыз тұрмаймын деп жатыр да. Мен соған қарным ашып жатыр. Түсінікті. Енді дальше жалғасқа сұрақ қоятын боламыз. Жалғас қалың қалай жалпы? Өте керемет. Осы жақта 8 маусымда қатысушы келіп жатқан өте қатты қуаныштымын, шынымды айтайын. Енді осы неде 8 маусымда өзім жарым тапқым келеді. Алла қаласа енді сол мақсатта жақсы қыз кездессе екен деген үміттемін. Жалпы енді кеше бірінші эфирің болды. Құтты болсын бірінші эфиріңмен. Барлықтарыңызды құттықтаймыз. Енді жаңа студияға келіп жатсың. Жалпы әке шешең қалай, көзқарасы қалай, достарың қалай қабылдап жатыр деген сияқты ғой. Достарым жағы енді қалжыңдап енді айтып жатқандар бар, бірақ мен енді өзімнің пікіріммен, өзімнің не. Сіз жаңа Шермұхаметке айтып қалдыңыз. Өз мамандығына сатқындық жасаған адам, демек өмірде де жасайды. Неге өйтіп өттіңіз? Мен тек айта кеткен болатынмын эфирде, ол тұжырымға, ол фактке қарап айтқан жоқпын. Мен в основном менде опыт болды, өнер адам деген сияқты. Соған сүйене отырып айттыңыз, иә? Иә, сол себепті де өтірік айтпай ақ қояйықшы, көріп жүріп қойып, көбінде өнерлі адамдардың измена жасап жүрген. Оған енді әйелдер шыдап жүрген шығар, біреулер білмеген сыңай танып жүрген шығар, бірақ в основном сөйтеді, потому что